bağlar. Жарайсыңдар балалар. Балалар көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Отыра қойыңдар. Санымыз топқа бөлініп алды, иә? Мына қасиетті домбырамыз арқылы топқа бөлініп алды. Бұндағы бір санындағы үш топтар, екі санындағы екінші топтар, үш санындағы үшінші топтар. Және өзіміз осы сабақтың барысында осы домбыра арқылы өзіміз бағалап отырамыз. Олай болса балалар, өткен сабақты пысықтау мақсатында барлықтарын тақтаға қаланды, құпия қобдишадағы сұрақтарға жауап береміз. Ал балалар, алдарында құпия қобдиша сондай ма? Қобдишаға кім жауап бергісі келіп отыр? Кімдер жауап бергісі келіп отыр? Ал қобдишаға жауап беріңіз. Қай қобдишаны таңдайсың? Екінші. Екінші қобдишасын алайсың? Зат есім дегеніміз не? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Зат есімге кім-кімден не нәрсе деген сұрақтар қойылады. Мысалы, көгершін ұшты. Ұштағы зат есім көгершін. Деп бере ғой. Заттың атын білдіріп тұр. Не сұрағына жауап беріп тұр. Өте жақсы жарайсың, отыра қой. Ал тағын үшінші қобдиша. Ал айтады. Сұрағымыз, оқимыз. Қандай ақын жазушының өлеңін білесің? Мәнерлеп айт. Мұқағали Мақатай, шыдай түс. Шыдамдыны мына өмір ұнатады, үміттің құлане құлатаны, әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме, бүгінне, өмір болмайды түнілуге, мәңгі сел жазбаған сүрінуге, қайтады қағым бар жүгіруге. Сол сөз-саптарға, мысалдар арқылы сұрақтарға жауап берейік. Балалар қазір қыс ауасы, сондай ма? Bir gün қарыз, bir gün жауын жауады. Қазір жауын жауады екен, сондай ма? Ұшқабай, жәнет, ұшқабай. Иә. Өте жақсы, кітап дегеніміз записін екінші бөлімде. Сабақтың тақырыбын табамыз. Ал бәріміз топпен істейміз, топпен тез, біреуімізді не істейміз? Шешеміз. Қандай сөз шығады екен? Иә. Ал екінші топ тіпті азамат айта қойшы, қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыздар. Бүгін мектептің сабағының балалар негізі және туынды зат есім екен. Зат есіміміз негізі және туынды болып екі түрге бөлінеді екен. Негізді түбірден болған зат есімді негізді зат есім деп айтатын екеуміз. Мысалға ыдыс, кілем, аяқ деген сөздеріміз, яғни негізді түбірден болып тұр. Сондықтан біз негізгі зат есім деп айтатын екеуміз. Ал түбір сөздегі тырнақ таулары арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайтын екеуміз. Олай болса, біз өз білімімізді сынап көрейік. Негізі және туынды зат есімді ажыратуға үшін біз мектебімізге жан-жануарға көмек беруіміз керек, сондай ма? Көмегіміздің екі себебі бар екен. Екі себебін саңырауқұлаққа толтырып алуға келген екен, сондай ма? Ол үшін бізге бірінші себептеріміз негізгі зат есім деп жазылған саңырауқұлақтарды жинаймыз. Екінші себепте туынды зат есім жазылған саңырауқұлақтарды жинаймыз. Бір-бірімізге көмектесеміз балалар? Иә. Өте жақсы. Ал шығайық. Иә, оқып беріп қандай сөз? Иә. Туынды зат есім екен, иә. Өте жақсы. Кітаппен жұмыс жасаймыз. 21-ші жаттығуға қараймыз. Барлығымыз осы мәтінді тыңдаймыз. Оқуын қарап отырамыз. Өте шебер кісі екен. Балалар, мәтінді барлығымыз зейін қойып жақсылап тыңдап алдық қой, сондай ма? Енді мына тақтадағы ілінген суреттерге қараңдар. Сендерге осы мәтіннің сюжеті бойынша суреттерді әңгімеледім. Мәтініміздің тақырыбы ананың асыл ананы. Осы сюжет бойынша кім асылын айтып береді осы мәтіннің? Ал асылын айтып. Аяқ заманда бір күні ана үйде бір әйел үш ұлы тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Бір күні ол өзінің кестелеген орамалдарын. Әйел қандай кісі еді? Жауап береді. Шебер кісі еді. Шебер кісі еді. Ал және сұрақ қоямыз. Әйел қандай кісі еді? Андасынан жауап береміз. Әйел өте шебер кісі еді. Шебер кісі еді, иә. Қалай ойлайсыздар? Бұл әйелге адам құлағына келуі мүмкін ба? Дәлелге? Өте жақсы, иә. Бойыңды тамаша екен. Сол ертіп анасының армандаған
Birini sağlık et, karasın, sonunda gidiyor. Bu kodu bozulmuşsun ya, ödeyeceksin. Bunu baykalıyım, ben saklan karayımız, sözlerdi. Bu okuyumuz, kim okuydu? Acele okul koy. Bunyer. Ya. Bunyer var. Ya, sıra koyalım. Bunyer diyemiz sırrı zaten. Ya, neyse zaten oldu ya. Bunyer var, bunu zaten. Kana sıra koyalım. Niye? Terus nasıl diye? Ya. Bu ödeyeceksin gidimiz. Ben sağlıkla piyasa çıktı. Acele, iyi limanatın piyasa çıktı. Sonra hemen. Anamız anamdan acele iyi çıktı. Sonra hemen. Böyle taktı. Biz de görmektesiniz anamız. Sonra hemen. Yeni balar. Kitap boyunca çalışırız. Filme çalışırsanız. Filme çalışırsanız karayınız. Makalının kalitesi diye köşüreceğiz gibi. Buna biz adaskan sözler boyuna aklı İngilizce bağlı. Hatta makal bir yere bitirir. Makalın sözleri biz onların bir ekmeğe koyarız. Kendini çıkarırız. Acil çıkarırız. Ya, kendini çıkarırız. Şunu bir sürü sen bağlı. Böyle derse, ağabey dağılımız hepimizi çalışmakımızda bir dersi olsa, dolayısıyla mutlu hadisi diye söz kuramına kaldan gibi. Ya, kırı, ya. Böyle derse, ağabey kendisi birlikte olalım dolayısıyla. Dolayısıyla yerlerimiz, makalı çalgısını oyunu, bu saatinde makalı çalgısını oynayacağız. Al, dayanından makalda oynayacağız. Çalgısı tabağımız. Böyle derse, dış babalar, ya böyle derse, ya. Al parmağını çıkardı. Anam sütü bal, balanı tele bal. Böyle derse dostlarımız, yep okuşu bir isteyeyim sındayman. Şimdi gezay, erkek koyup, yakında makalda, kalıp okuyayım sındayman. Her sinirge takat veremin. Yeke ona, şimdi yerin isteyimiz. Şimdi gezay, erkek koyup oturamız. Kendi kayda koy. Al, azamat kayda koy. Böyle diyeceksin, böyle diyeceksin. Al, Azine. Böyle diyeceksin. Çıktı kırmızı yorumladı. Yendi, top verin gümüşlasaydı, top verin. Top verin. Oke, oke. Ya. Hier is nog, ya. Ya. Böyle dersin. Azine. Böyle dersin. Azine, acaba başka ne sapını bakıyorsun? Böyle dersin. Negizde және туындыдан кескені жақсы меңгерген болса, практикаға сендерге федерация арқылы ойын жүргіземіз. Сендерге жұмысшыларға берілген соған сәйкес келетін жұтақтарды тауып қоямыз. Қазір кім шығады екен? Алма, Азамат, Еркежан, Шақыржан, Азия. Әнекбек Айырыл, оқып бере ғой, қандай сөздер шыққан екен, біз негізгі түрде журнал қаламы арқылы сөздер жасады. Оқып бере ғой, қандай сөз? Orada, olacak, işi, karşı, sargı, duşu, balışı, vergi, duşu. Өте жақсы барлығымыз оқушыларымыз дейміз. Сонымен балалар, негізгі записін дегеніміз не? Туынды записін дегеніміз не? Ал, Азамат
не үйрені, не білдік? Әсса бұл сабақ қорытындайық. Алға түсініңізді сын айта қойып. Дұрыс, ажырата білдік. Димаш. Иә, ережелер жақсы меңгерді. Иә, үйрен. Дуэті жақсы. Жастардың қолдарына қасиетті біздің домбыра берілген, домбырада не берілген, балдар берілген. Қазір қандаршы, кім қанша бал жинақтаған екен? Кім қанша бал жинақтаған екен? 5-6 ұпай жинаған 3 бал алады, 7-8 ұпай жинаған 4 бал алады, 10 ұпай жинаған 5 бал алады екен. Ал өзімізді өзіміз бағалайды екенбіз. Өте жақсы балалар, міне бүгінгі сабағымызда көп ішінен оқушыларымыз маған бәрі түсінікті болды деген белгі берген екен. 5-6 оқушымыз маған әлі де түсініксіз. Көптен оқуымыз керек, сондай ма? Ал ештеңе түсінбеді деген оқушы болды. Өте жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 23-ші жаттығуды орындап келеміз балалар. Өлеңді оқы, күн оқыған кілем жаттығуын үйге тапсырма аламыз. Сау болыңыздар балалар.